осы примермен будем разбирать, да? Мысалы, сіздің статусыңыз пока рубин. А мынау кісіңіз, допустим, 10 000 балл жасап, бриллиант болып кетті. Бриллиантовый болып кетті. Сізге компания матчинг бонус төлейді. Өйткені ол сіздің еңбегіңіз. Қараңыздар, мына кісі рубин болса, сіз рубин болсаңыз, мына кісіңіз сізде пока директор, сіз бұл кісінің доходынан компания 12% төлейді. Мысалы, мына кісінің доходынан 12% төлейді. С первой линии вы получаете 12% дохода. Енді давайте мына таблицаны көрсетейін. Мысалы, міне келесі статусыңыз, мысалы, бриллиант болса, сіз деген уже екінші линия ашылады сізге. Золотой бриллиант болса, уже 3 линия ашылады. Президент болған кезде уже 4 линиядан табыс көзін көресіз. Royal президентте 4%, VIP президентте тоже 4 линиядан осындай табыс көзін көресіздер. Енді қандай плюстары бар? Мысалы, сіздің келген шақырған адамыңыз сізден озып, мысалы, VIP президент болып кетті. А сіз, допустим, мынау статустасыз, допустим, бриллиантовый статустасыз. Сіз деген мына кісінің жасаған бинарный бонусынан, мысалы, бұл кісі 5 миллион теңге табыс тауып жатыр, мынау неден бинардан. Сіз деген сол бинарный бонусынан қанша бинарный бонус ол кісіге төленеді, сол кісінің доходынан 12% алып тұрасыз. Жақсы ма? Бұндай бонус ешқандай компанияларда жоқ. Өйткені сіздің үстіңізде, астыңыздағы адам бір пәсте өсіп кететін болса, сіз ешқандай бонуста процент ештеңе аламай қаласыз. А бұл компанияда сіз наоборот, астыңызда келген адам сізді озып кететін болса, сіз деген ол кісіге өте риза боласыз и өте мықты осындай бонустарды алып отырасыз.